Кеш жарық қымбатты мен көрермендерім, кеш жарық қазақ елі. Мен бүгін міне приправа дейді, дәмдеуіш десем болады. Сондай нанға жағып жеуге де, манты, лагманға да бәріне де жарайды. Бұл жерде міне көк шөптің екі түрі. Мына укроп, мына кинза, міне ащы бұрыш, тәтті бұрыш, сарымсақ, қызанақ. Осыларды мен қазір ет тартқыштан өткіземін. Міне қызанақтың қара дақтар жерлерін соларды тазалауым керек. Міне енді бәрін дайындап алдым. Турап, міне помидор ірі, қызанақ. Міне бұрышымызда үлкен соларды ыңғайлығып турап дайындап алдым. Енді міне бисмилля деп турауды бастайын. Қымбатты менің көрермендерім, мені қолдап жатқандарыңызға көп рахмет. Менің арнама қосылып жатқан көрермендеріме Алланың нұры жаусын. Рахмет. Енді міне көк шөптерін тураймыз. Міне 150 грамдай мынандай хреннің тамырын қосып жатырмын. Міне енді бұны осындай бір 2-3 қасық тұз салып, түнімен салқын жерге қойып қояйын деп жатырмын. Түн асырып, ертең жабамын. Ертең көрсетемін сіздерге. Қайырлы таң, қымбатты қазақ елі. Мен міне кеше тартқыштан тартып, бәрін дайындап алған едім ғой. Соны бүгін қайнатып, міне 40 минут немесе ажырқансаңыз 1 сағат қайнатуға болады. Менің қайнап, міне 1 сағат дайын болды. Қазір банкаға құямын. Қыстың күні тамақпен, мантымен, кез келген тағамға дәмін кіргізеді. Және пайдалы, бұда хрен бар. Енді міне мен бисмилля деп жаңа қайнаған приправа деп қояды ғой орысша. Қазақша мен дәмдеуіш дер едім. Соны банкаға құюды бастаймын. Міне бисмилля деп, қысқа жақсы сақталсын деп жабайын. Ал қымбатты көрермендер, міне банкымды жауып болдым. Қысқы дайындық. Егер де менің жапқан дәмдеуішім ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.